Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін сіздермен тігін өндірісінің технологиясы пәнінен алғашқы емтиханымызды бастаймыз. Пән бойынша 3-ші курста барлық меңгеруге тиісті бағдарламаларды алдыңыздар, үйрендіңіздер, білдіңіздер. Тақырыптардың, бөлімдердің барлығын қамтыдық. Ал енді білімдеріңізді, қабілеттеріңізді жинақтап, дәлелдейтін уақыт келді. Бұрын емтиханды бетпе-бет жүздесіп сөйлессек, енді қашықтықтан алып отырмыз. Сіздерге де маған да қызығырақ болуы мүмкін. Осының барлығын тиімді пайдалана аламыз деп ойлаймын. Ынталарыңызды, күш-жігерлеріңізді салып, мен сіздерден жақсы жауап күтемін. Сіздерге алдын ала Платонус бағдарламасында билет сұрақтары берілген, дайындалуларыңызға да уақыт берілген. Емтиханымызды бастамас бұрын мен сіздерге емтихан билеттерін бөліп беремін. Айтжанова Әсел 18-ші билет, Әлиева Әмина 7-ші билет, Аманбаева Жанерке 11-ші билет, Аяпова Гүлмира 2-ші билет, Берікбаева Жансая 14-ші билет, Бисембаева Әйгерім 9-ші билет, Дарьябаева Жанар 15-ші билет, Жайнар Әйгерім 17-ші билет, Жұбатханова Ақмарал 23-ші билет, Исмаилова Ғазиза 6-ші билет, Қамзан Назерке 13-ші билет, Құрбан Гүлім 5-ші билет, Кемалова Ақжайық 19-ші билет, Мамедова Мадина 12-ші билет, Маратова Рахиля 16-ші билет, Омарова Нигара 20-ші билет, Ушанова Мадина 10-ші билет, Тилапбаева Фатима 4-ші билет, Шыразова Ұлбоған 1-ші билет. Дайындалуларыңызға 20 минут беріледі. Сіздерге сәттілік тілеймін. Гүлмира, билетіңе қандай билет? Жауап бер. Менде 2-ші билет, сұрағы көктемгі күздік әйел пальтосының қыстық бөліктерінің пішінділері. Әйел пальтосының қыстық пішінділері негізгі олар тұрақты емес, олар моделіне байланысты өзгере береді. Және оларды негізгі 3 топқа бөледі. Қыстық бөлшектер, астарлық және астарлық бөлшектер болды. Міне, бұл жерде қыстық пішінділер бөлшектері. Бірінші бұл жота, бізге бұдан бірінші өңір, бұл 2 бөлшектен тұрады, жотасы біреу, бірақ 2 бөлшектен, өңір астарлықтан 2, жеңнің үстіңгі бөлігінен 2, жеңнің астыңғы бөлігінен 2, жағаның үстіңгі бөлігінен 1, жағаның астыңғы бөлігінен 1, бірақ 2 бөлшектен тұруы қажет. Және қалта қақпағы 2, қалта астары 2, және ілмек құрағы 2. Дұрыс. Бұл бірінші сұрағың. Мен саған қосымша сұрақ қоямын. Әйел бөлшектерінің, пальтосының пішінді бөлшектерінің саны тұрақты ма? Жоқ, олар тұрақты болмайды, олар моделіне байланысты өзгере береді саны. Дұрыс. Тағы да 2-ші сұрақ қоямын. Пішілген бөлшектердегі стрелкалар нені көрсетіп тұр? Суретіңді көрсет. Сен стрелкалар қойғансың. Солар нені көрсетеді? Матада жатуын және негізгі жіптің бақтың көрсетеді. Дұрыс. Содан кейін ана пішілген бөлшектеріңді қайтып көрсет. Сен сол жерде сандар тұр. Санмен белгіленгендер сандар тұр. Ол нені білдіреді? Мына сандар ма? Иә. Міне 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші деп көрсетіп тұр. Ол сандар нені білдіреді? Ол басталу сызықтары осылай сызылып басталады. 1-ші, 2-ші болып. Қиық сызықтарының орнын белгілейді. Рахмет, Гүлмира, жауабың жақсы. 2-ші, Бисембаева Әйгерім.
Бейсенбаева Әйгерім, билет номерің, жауабың. 9-шы билет астыңғы жағаларды өңдеу. Астыңғы жаға бөліктерін бетін ішіне келтіре қабаттайды да кесінді бойынша тіктемелерді теңестіреді. Бөлшектерді ені 5-7 мм тігісімен сырып тігеді. Ортадағы тігіс ені 10 мм болады. Содан соң тігістерді жатқыза түктейді. Сонымен бір мезетте матаны нығыздай түсу үшін астыңғы жағаны да түктейді. Астар аралық бөліктерін кесінділер ашық күйінде бастырма тігіспен және оларды тіктеме кесіндісімен теңестіре отырып түйістіре тігіп біріктіреді. Астар аралыққа су бүркіп өтпейді. Астар аралықты астыңғы жағамен бекіту кезінде үстіңгі жағаны астыңғы бүгілме және жаға ұштары бойынша біріктіру тәсілдерін және астыңғы жағаны мойын оймасымен жалғастыруды есепке алады. Мәселен, бүгілме және жаға ұштарын қайып тіккенде астар аралық кесінділері астыңғы жағаның кесінділеріне 7 мм жетпеуі тиіс. Бүгілме мен жаға ұштарын бүкпеге ендіре тігіспен өңдеген кезде астар аралықты астыңғы жаға кесінділеріне дейін бекітеді. Егер жаға сырма тігіспен, жабық кесінділі бастырма тігіспен немесе жағаны 1-2 мм қашықтықта ашық кесіндісімен бастырма тігіспен біріктіретін болса, тігіс кесіндісі бойынша астар аралық 10-11 мм қашықтықта орналасуы қажет. Астар аралықты астыңғы жағамен әртүрлі тәсілмен біріктіреді. Олар желімдік тәсіл, арнаулы машинамен, жай машина және аралас тәсілі арқылы біріктіреді. Желімдік тәсіл. Желімді астар аралықты астыңғы жағамен біріктіру, астыңғы жаға астар формалары мен бөліктерінің орналасуының дәл болуын талап етеді. Мына суретте астыңғы жағаны астарлықпен біріктіру көрсетілген. Астарлықпен емес, астар аралықпен бекіту көрсетілген. Саған сұрақ қосымша. Бірінші, жағадағы астар аралықты неше тәсілмен біріктіреді? 4 тәсілмен біріктіреді. Олар желімдік тәсіл, жай машинамен, арнаулы машинамен және аралас тәсілмен біріктіреді. Жауабың дұрыс. Екінші сұрақ саған. Астыңғы жаға неше бөліктен тұрады? Оның тігіс енін аташы. Астыңғы жаға 2 бөліктен тұрады және олар 10-11 мм-де тігіледі. Дұрыс, Әйгерім. Келесі Жайнар Әйгерім. Билетің номері. Астардағы ішкі қалтаны өңдеу. Біз астадағы ішкі қалтаны, қалтастары бөлшектері кесінділерін теңестіре отырып, бет жақтарын ішке қаратып қабаттаймыз да, матаның ыдырағыштық дәрежесіне қарай ені 10-15 мм тігісімен қайып тігеміз. Қайып тіккен кезде тігісті қалтаға кіреберіс кесіндісіне дейін 10 мм тігісті бастап, тігістің басталар және аяқталар жерін бекітеміз. Қалтастары кесінділерін қалтаға кіреберіс кесіндіден 10 мм шегіне отырып арнайы машинамен тігіп аламыз да, қалтастарды өңдеуді үтіктеумен аяқтаймыз. Содан соң қалтастарының ішкі жағын өңір астарын бүйір кесіндісіне, қалтастарының бет жағы мен өңір астарының бетін беттестіріп, олардың кесінділерін теңестіріп, 10 мм-де қайып тігеміз. Тігіс жолын бекітіп аяқтаймыз. Содан соң қалтастары өңірінің ішкі жағын бүгіп, өңір астарының ені 1-2 мм-де жіктеме жасап, оның шет жағынан 2-3 мм және мәнерлі сызықты тігіс бекітіп тігеміз. Дұрыс жауабың. Саған қосымша сұрақ. Бірінші, қалта астарының қалталарының қаптарының қайып тігу ені қанша? 10 мм қайып тігеміз. Қанша миллиметрде? 10 мм-де. Дұрыс. Екінші сұрақ саған қосымша. Өңір астарынан неше миллиметрде жиектеме жасайды?
өңір астарынан 1-2 миллиметрде жиектеме жасаймыз. Дұрыс, Әйгерім, жауабың жақсы. Келесі Гүлім. Нешінші билет? Сұрағың қандай? 5-ші билет астар бөлшектерін түзудегі техникалық шарттарды атаңыз. Астар бөлшектеріне ол өңір астарын түсу жатады. Өңір астары негізгі бөліктен өңір асты ені шамасында табылдып, 2-2,5 сантиметрдей тігіске қарата отырып түседі. Пальтоның астары негізгі бөлшектен етек өкпесіне теңетерліктей 4 сантиметрдей, ал жакеттен 2 сантиметрдей ұзын болуы керек. Өңірлерде арқау жібі қайырма бүкпесінің омырау сызығымен қатарласа жүріп отырады. Одан кейінгі тағы астар бөлшектерін түсуге жататын ол жота деп аталады. Жота ол екі түрге бөлінеді, тұтас және де екі бөліктен тұратын болып. Жоталық астар негізгі бөліктен негізінде 1-2 сантиметр үлкен болады. Сонымен қоса 4 сантиметр ұзынырақ болады. Ал жилетте ол көбінесе 2 сантиметр ұзын болып келеді. Ол ұзындығының енінің барлығының бастапқы себебі бүкпе сызығын басып тұруы үшін. Жота тұтас болған кезде арқау бөліктерін бойлай өтетін сызықпен жүреді. Ал екі бөліктен тұратын кезде жота ол орталық кесіндінің белдің төменгі кесіндісімен жарыса жүріп отырады. Жеңдердің үстіңгі және астыңғы жақтарының астарын табу үшін олардың төменгі және жоғарғы астарларының ұшын түзу сызықпен қосатын арқау жібін тауып аламыз да оны сызықпен жарыстыра отырып пішіп қоямыз. Әдіптерді, қақпақшаларды, бүкпелерді, белдемшелерді, етек тұтқыштарды, ілгіштердің арқау жіптерін тапқан кезде олардың арқау жіптері етек орта сызықты бойлай жүргізілген сызыққа қатарласа пішіледі. Астар бөлшектерінде ауытқуға жол берілмейтін кез ол суреті бар маталарда болып келеді. Суреті бар маталарда ешқашанда астар бөлшектеріндегі ауытқуға жол берілмейді. Дұрыс. Мен мұнда суреттерін салып қойдым. Қарап отқандарыңыздай бұл бірінші тұрған ол деген бұл жерде біздің жакеттің астарын пішу бөлшектері көрсетілген. Бірінші бізде ол өңірі, бірінші айтып кеткен техникалық шартым, екінші ол жота. Дұрыс. Оны осы техникалық шартын айтып өттім. В мен Г-ға келетін болсақ, бұл В жеңнің үстіңгі бөлшегі, ал Г ол жеңнің астыңғы бөлшегі. Мынау кішкентай бөлшектерге келетін болсақ, бұл Д. Қалтаның қақпақшалардың астары. Бұл Еге келетін болсақ, жанқалта әдібі. З жапырақшалы астар, ал З бізге ілгіш болып табылады. Жарайсың, саған қосымша сұрақ. Бірінші, жотаның астары қалай пішіледі? Жотаның астары көбінесе негізгі бөлшектен 1-2 сантиметр ендірек, сонымен қоса 3-4 сантиметр ұзынырақ болып келеді, ал жакетте 2 сантиметр ұзын болады. Дұрыс. Осылай Екінші тағы да қосымша сұрақ. Ұсақ бөлшектердің, мысалы әдіп, қалта, белдемелердің арқауы қалай пішіледі? Олардың арқауын бөлшектің ортасын бойлай жүргізілген сызықпен қатарластыра отырып пішіледі. Жарайсың, Гүлім. Жауабың жақсы. Келесі Мадина. Мадина Мамедова. 12-ші билет сұрақ өнім сапасын бағалау методикасы. Тігін бұйымдары сапасын бағалау үшін балдық жүйе қолданылған. Жоғары баға 40 балл. Бағалау 4 көрсеткіш бойынша жүргізіледі. Олар модельдендіру сапасы, конструкциялау сапасы, материалдар және технология сапасы. Жеке тоқталып өтсек, біріншісі модельдендіру сапасы. Модельдендірудің сапасына қойылатын жоғары баға 8 балл. Бұл жерде модель моданың қазіргі бағытына сәйкес болуы, модельді көркемдік безендіру кезінде негізгі мата мен астардың үйлесімділігі және модаға сай ұсақ түйектерді пайдалану ескеріледі. Екінші, конструкциялық сапасы. Конструкциялық сапасына қойылатын жоғары баға 14 балл. Бұл
Бұл жерде конструкцияның қазіргі талаптарына сай болып, және бұйымның адам бейнесіне қонымдылығы ескеріледі. Үшіншісі, материалдар үшін берілетін жоғары баға 12 балл. Бұл кезде көркем безендірудің талапқа сай болғаны ескеріледі. Және төртінші, технология сапасы. Технология сапасы үшін берілетін жоғары баға 6 балл. Бұл жерде модельдің мемлекет стандарт талаптарына сай болуы, техникалық шарттарға әзірлеу методикасы сәйкестігіне, дымқылдық жылулық өңдеудің сапасы ескеріледі. Дұрыс, жауабың жақсы. Саған сұрақ. Бірінші, бағалау кезінде комиссия құрамына кімдер кіреді? Орындарында бас инженер, эксперименталдық цехта конструктор және технолог. Екінші сұрақ саған қосымша дұрыс жауабың. Технологиялық сапаны тексергенде қандай талаптарды білу қажет? Модельдің мемлекет стандарт талаптарына сай болуы, техникалық шарттарға әзірлеу методикасына сәйкестілігі, дымқылдық жылулық өңдеудің сапалығы және бұйымның товарлық түр көрінісі ескеріледі. Дұрыс, жарайсың. Құрметті студенттер, бүгін тігін өндірісінің технологиясы пәнінен емтиханымыз аяқталды. Сіздер емтихан сұрақтарына жақсы жауап берді деп ойлаймын. Емтихан алған бағаларыңызды Платонус бағдарламасынан көре аласыздар. Сау, сәлематта болыңыздар.